Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге творожный пирог дайындайтын боламыз. 26 дециметр үлкен пирог шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қонақ келгенде оңай дайын болады, әрі биік болып дастарханыңызда әдемі болып көрінетін болады. Ең алдымен жұмыртқамызды, қантымызды, қаймағымызды қосып араластырып дайындап аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізді дайындаймыз. Ұнымызды електен өткізіп аламыз. Оған 1 чай қасық разрыхлитель мен 1 чай қасық ванильный сахар қосамыз. Бөлме температурасында сары майымызды салып, песочный тесто дайындаймыз. Тестамыздың үстіне мана дайындап алған жұмыртқалы массамызды құямыз. Екіге бөліп құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Видеода көргеніңізде осындай жұмсақ қамыр дайын болады. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін жұмыртқамызға қантымызды қосып, творогымызды салып, 1 қасық кукурузный крахмал салып, блендермен араластырамыз. Кішкене біріккеннен кейін тағы бір жұмыртқамызды шағып жібереміз. Ұзақ блендерлердің қажеті жоқ, біркелкі масса болғанға дейін блендермен араластырамыз. Енді формамызды дайындап аламыз. Тестамызды 2 бөлікке бөліп аламыз. Біреуін үлкен, біреуін кішкентай етіп аламыз. Видеода көрсетілгендей етіп, формамызға нанымызды теп-тегіс етіп жайып шығамыз. Шеттерінен бортиктер шығарамыз, кішкене биіктеу болып тұрады. Біздің ішіне құятын сұйық массамыз ағып кетпеу үшін. Енді екінші тестамызды алып, жұп-жұқа етіп жайып, ұзыншақ етіп кесіп аламыз. Массамызды тестаға құйып, видеодағыдай жинаймыз. Бөліп алған тесталарымызды бетіне әдемілеп қойып шығамыз. Қызарып әдемі болып пісу үшін бетіне жұмыртқа жағамыз.
180 градус температурада 40 минут пісіріп аламыз. Творожный пирогымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.